Енді бұл ұлттық киіміміз біздің керемет екенін біз ғана емес, шетелдіктер мойындап осы қызығады да. Неше түрлі біз сыртқа моданы апарып көрсетіп жатыр ғой, сол кезде керемет қазір. Енді бүткіл тек қана осындай бір жиын той емес, әрбір мектептің өзінде болсын, көпшілік орындардың бәрінде ұлттық киімнің әрбір элементтерін енгізіп, ең болмаса да жаңағындай ұлттық киімімізді дәріптеп жатыр, соған қатты қуанып жатырмыз бізде. Енді бұдан былай да енді ойлап тұрмын, сол ұлттық киімімізді әр жерде киіп жүре береміз былай уақытта деп жиын тойымыз. Енді бұл кимешек кейбіреудің түсінігінде ойлайды, апалар ғана киеді, әжелер ғана киеді деп. Негізінде енді біз оқып жаңа біліп жатырмыз ғой, көңіл бөліп. Жаңағы келіншек алғаш өзінің баласын өмірге әкелгеннен кейін енді ана болып баланы еміздей бастағаннан бастап осы кимешек киюді жаңағы қолға алған екен. Оған дейін қыздар тақиямен жүреді, одан жаңағы жаулық салат дейді, немесе жамылғы деп айтады екен кездерде, одан кейін бар осы кимешек киеді екен. Содан бастап кимешек одан киім үлгісіне ендіріп жатыр, осының элементтерін. Сонда бір әдемі болып шығып жатыр ғой қазір. Міне телевизорда бағана дикторларды көріп жатырмыз, әдемі. Сондықтан енді ұлттық киіміміздің өзімізге қайтып, міне қазір бәріміз кие бастағанына қуанып жүрмін, мен шынында да өте қуаныштымын. Дұрыс, рахмет, иә. Ол кезде ұлан байтақ даланы кәдімгі мизамбап, сол жерде сол даланы қорғайды екен, сол мизамбап дейміз. Даланы мизамбапты негізінде өсімдіктің атасы пір деп атайды екен мизамбап. Бізде әр малдың атасы бар ғой, мысалы шоқан ата, сексек баба деген сияқты. Алай мына көкті қорғайтын осы көктің ағаш егуді көктің несі деген екен, пір деген екен мизамбап. Ал Айдахар би сол мизамбаптың баласы. Сол мизамбап бүткіл жер екен, осы өзіміздің қазақ даласын қорғап жүрген кезде Қарақытайлар Сарыарқаның кеңдігіне қызығып, сол жерде алмақ болған ғой енді. Қарақытай деген осы бұрыннан есте қалады ғой. Қарақытай неге сөйтеді екенсем, сол бұрыннан сол кісілер Сарыарқаның жерінің кеңдігіне қызығып, жиі шабуыл жасап тұрған екен ғой. Сол кезде бірақ мизамбапқа шамалар жетпей, жеңіс тауып олар қайтып отырған екен. Содан енді мизамбаптың ең басты еңбегі ол кісінің үлгілған ағаш егеді екен, бау-бақша егеді екен. Содан кейін ол кісінің жаңағы ағаштың пірі, көктің пірі деп сол мизамбапты атап кеткен екен. Сөйтіп сол кісі өзінің орман егіп, жаңағы бүткіл аңызда жетісумен Алтай өңіріндегі орман сол мизамбаптың еккен ағашынан шыққан деген сөздер бар екен. Енді ол кісі 150 жыл өмір сүрген. Содан жаңағы кісінің қайтыс болғанын естіген Қарақытайлар енді еркінсіп жаңағы біздің жерімізге шабуыл жасайды ғой. Сол кезде келеді ол кісінің бүткіл орманын бақшасын өртеді. Содан кейін сол кезде баласы жаңағы Айдахар би жорықта ма, алыста болады да, бірақ та түс көреді. Әкесі аян береді. Өстіп қара ниетті адамдар келіп менің орманымда ағаштарын өлтіреді. Содан жаңағы оны естіген сайын жаңағы баласы келеді ғой үйіне. Асығып келген кезде шынында да көреді, орманның бәрі өртеніп кетіпті. Бірақ біраз ғана бір тобылғының қисық бұтақтары ғана өрттен аман қалды. Сол ағаштарды, қисық бұтақтарды теріп алады дағы, әкесіне құран бағыштап, жаңағы өзінің ауылына келмей ма? Сөйтіп келеді екен. Содан былай барады да өзін жаңағы Айдахар бидің енді отбасы бар. Содан ауылына келгенде бір күн Айдахардың өзінің кішкентай ғана бір қызы Бәтсәбие болады, сол жылай береді. Қанша жұбатса да жұбанбайды. Содан әбден естері шығып жаңағы емші тәуіптерді жинасында, бірақ оған ешқандай ем табылмайды. Ана қыз жылай береді екен соны. Содан кейін жаңағы Айдахар би қатты сасады да, қызының жылағанына шыдай алмай далаға жүгіріп шығып кетеді. Бір уақытта шығады да, енді жанымыз қысылғанда Алладан медет сұраймыз ғой. Сөйтіп Құдайдан медет сұрап отырған кезде бір уақытта қараса ешқандай баланың дауысы шықпай тыныштық болады. Бұған не болды екен деп жүгіріп үйіне кірсе, жаңағы қызы жатқан жерде бір әп-әп адам отыр. Қараса жаңағы тобылғының қисық бұтақтары қалып еді ғой, жалып көреді. Соның үстіне баланы салып тербетіп отырғанда баласы жыламай тыныштық болған екен. Содан кейін бұлайды қасына жақындағанда әлгі кісі көзден ғайып болып кетеді. Сырма. Жасырынып жатады екен сол бесік. Содан ол
Mendiyetli түрде мына бесікті аластаймыз. Сонда өзіміздің түсінігімізде бар ғой, шайтан оттан қашады. Сондықтан жаңағы егер де аластамаса, бала жатқан кезде жаңағы шайтан баланың тіндігінен ішінен түрте беріп мазасын алады екен. Баланың мазасы қашып жылайды содан дейді. Сондықтан да бөпені бесік кебелердің алдында аршамен, адаспамен тіпті болмаған жағдайда 7 шырпымен аластап баланы сол бесікке жатқызады екен. Содан бесіктен әлгі қос бесікке терметті деген себебі содан. Себебін сұраса, неге оны не бесікке терме дейді. Оны тағы түсіндіреді. Сол сияқты.